меліс өкпелейді-ау білдің десем, алауыз бірлігің жоқ тындың десем, ару-ұруға бөлініп ару-дұру, зиялыңның әрқайсы бір-бір көсем. Үш жүзі бар, қожасы төресі бар, бір күн үшеу болғанда бір күн бесеу. Осындай рушылдықты тыймасақ біз, жас ұрпаққа болмай ма үлгің мешеу. Баспа сөздің бетінде дау қаптады, жарасады бұл жайды қырғын десем. Бірінің бірін арты түртпек деген, әр қазақтың қолында бір-бір көсеу. Әгейгәгін, әгейгәгін. Ал мәке қадіріміз тыйым боп тұр, әр ру өзінше бір ұйым боп тұр. Ауылдастың тай осын дегеннен де, аға аталас осын деген ұғым боп тұр. Жүзге бөлінгендердің жүзі күймей, трайбализм ауруы дүрілдеп тұр. Беу қазақ үрейт соқ деп айдап салып, құлақтан шайтанымыз күбірлеп тұр. Осы дерт айтысқа да араласып, айтатын ақиқатқа қырын кеп тұр. Қазақ деген бір ұлтты біріктіру, жүз ұлтты басқарудан қиын боп тұр. Әгейгәгін, әгейгәгін. Осын ойлап әніңіз алаңдады, шерменде шерлі шабыт шабандады. Сырттан келіп ешқандай жау алмайды, бірік сұлт далаңдағы қалаңдағы. Бірлігіңнен айрылма қайран қазақ, түйсігіңді оятып санаңдағы. Алты бақан алауыз бола берсең, қорылтқа айналасың табандағы. Мерезді бойымыздан сылып тастап, тазарсын күншілдіктің арамғаны. Тозған қазды топтанған қарға жейді, араздықты қойынды араңдағы. Светқали ағамның бір сөзі бар, сезімімді серпілтер санамдағы. Қазақ деген бір елге айналғанда, ол елге айналады ғаламдағы. Әгейгәгін, әгейгәгін.